my dear pupils and parents. Сәлеметсіздер ме оқушылар мен ата-аналар. Today we will talk about hot and cold. Бүгін біз ыстық және суық деген тақырыппен таныс боламыз. Егер ауа райы немесе бөлменің іші ыстық болса, it's hot деп айтуымызға болады. Ал егер суық болса, it's cold деп айтады екенбіз. Сонымен қатар бұл сөздерді кез келген зат есіммен қолдансақ болады. Мысалы, егер су ыстық болса, біз hot water деп айтамыз. Ал егер су суық болса, cold water деп айтады екенбіз. Ал мына жаңа сөздерді дәптерлерімізге жазып алсақ болады. Sun, ice cream, fire, snowman. Ендігі тапсырма, дәптерлеріңді екі бөлікке бөліп, біреуісіне hot, екіншісіне cold деп жазып қоямыз. Одан кейін hot сөзінің астына өткен сөздер бойынша ыстыққа жататын сөздерді, ал cold сөзінің астына суыққа жататын сөздердің суретін салып, атын жазып қоямыз.